Сәлем, менің атым Ақнұр, 2021 түлегімін. Алдыңғы видеомның бірі тарих конспектім жайлы болды. Енді физика конспектісі жайында айтайын. Менің физикаға дайындығым жайлы осы видеода айтқанмын. Сендердің бірнеше сұрақтарыңа жауап бердім. Тек оқулықпен ғана емес, видео сабақтар қарап, нұсқалар талдап дайындағанмын. Айтпақшы, осы видеоның астында талдайтын нұсқалар бар. Қазір теорияға көп мән беріп жүрмін. ұбт жақындағанда өзімнің осал тұсымен жұмыс жасаудамын. Теорияны осыған дейін оқулықтан оқыдым. Енді ВК-дағы теория жинақтарында байқап көргім келді. Теория жинақтарының көбіне барлық тақырыптар араластырылып берілген. Дайындықты енді бастағандар үшін тақырып бойынша құрастырылған теория жинақтарымен дайындалған дұрысырақ. Мен Мегамаздың ВК группасындағы статья деген жердегі теориялар ішінен 1000 теория жинақты оқып жатырмын. Оның сілтемесін осы видеоның жазбасында қалдырамын. Сұрақтарды жауабымен оқи отырып, өзім білмейтін осыған дейін кездеспеген сұрақтарды жазып аламын. Сол тақырып бойынша басқа да сұрақтарды іздеп, тақырыпты әрі қарай оқып үйренемін. Термин кездессе, сол терминге қатысты мәліметтерді оқулықтан қараймын, бұрынғы келген сұрақтарды іздестіремін. Конспектісін дәптерге қысқаша жазамын. Кейде теория жинақтан әлі оқымаған, осының алдында ізденіп біліп алған сұрақты жинақтың астыңғы жағынан оқығанында, осыған дейін оқығанымды есіме түсіріп, конспектіге қарап жауап беремін. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Негізі маған кесте етіп жазған түсініктірек болады. Бірақ конспектілерімнің көбісі жай ғана астасына жазылған. Мен 10 сыныптан бергі дәптерімде әр тарауға 4-5 беттен қалдырғанмын. Қазір білмеген сұрақтарымды сол қалдырған беттерге жазып жүрмін. Физикадан конспектілерді әрлеу деген көп бола бермейді. Жазда Мегамаздың 1 айлық физикадан тереңдетілген курсқа қатысқанмын. Сол кезде осы конспектілерді жазғанмын. Жаз кезінде солай суреттер салып, тақырыптарды әсемдеп сөйтіп жазатынмын. Тарихтан да алдыңғы видеода көрген боласыңдар, көп конспектілерде тақырыптарын жазып, сондай әдемі қылып жазуға тырысқанмын. Дәптердің екінші жартысы күрделі есептердің шығару жолдары. Өзім шығара алмаған есептерді осы жерге жазамын. Бұл физикадан екінші дәптерім, оны 11-ші сыныпта арнағанмын. 11-ші сыныптың физика оқулығынан конспектілер жазылған, суреттер мен кестелер оқулықтан алынған.
ал екінші жартысынан жақында ғана бастап жазған теория жинақтарының конспектілері. Бары осы, дайындықты қалай бастаймын деп жүре берме. Қазірден ақ бастап кет. Оқулықты немесе сол пәннің кез келген кітабын ал да оқып баста. Қалай бастаймын деген сұрақты қоюдың қажет жоқ. Жай ғана оқып баста. Нұсқаларды тауып ал да өзің бастап тауда. Және қайдан алсам болады деген сұрақтарды қоюдың қажет жоқ. Қазір барлығы ашық, кез келген жерден сен сондай нұсқаларды таба аласың. Ол YouTube'дан талдау видеолар болсын, Google'дан болсын, VK, Telegram, өте көп іздейтін жерлерің көп. Ізденуден жалықпа, және де басқадан сұрағаннан көрі өзің ізденіп тауып алғаның өзіңе жақсы болады. Жоғары оқу орнында грантта оқуды қаласаң, жалқаулық пен еріншектікті қоюың керек. Тек ізденіс пен оқуды алға мақсат етіп қой. Мен қазір Инстаграмда күнделікті посттар шығарып жүрмін. ОБТ тапсырып болғанға дейін барлық ОБТ-ға дайындығымды жазып отырамын. Осы бір апта болып қалды, өте көп посттар шықты. Күнделікті шығып жүр. Сол посттардың барлығын YouTube-қа да салып отырамын. Сообщество деп тұрады жоғары жағында. Сол жерден менің посттарымды оқи аласыңдар. Бәріңе сәттілік, тек ізденіп оқи беріңдер. Келесі кездескенше.